балаларыңызға қайта қымбат ойыншық алып беріп, оны алып бергеннен кейін 2-3 күннен кейін қызығушылықтары кетіп қалып, басқасын сұрап сізді шаршатты ма? Онда кәрістер өте күшті шешім тапқан екен. Яғни ол ойыншықтардың кітапханасын ашу. Осылай кітапханадағыдай полкада неше түрлі ойыншықтың түр-түрі тұрады. Ол жерде кішкентайдан бастап үлкен ойыншықтарға дейін. Ол балаларыңыз қайсысына қызығады, соны алып кетіп үйге жалдап, соны ойнап болғаннан кейін қайтарсаңыз болады. 2 аптадай қолдануға рұқсат беріледі. Және де осы ойыншықтарды жалыққаннан кейін қайттан әкеліп беріп, басқасын алып кетсеңіз болады. Ал егер балаңыз қай ойыншықты алғысы келетінін таңдайтынын білмесе, онда тура осы кітапхананың жанына бір ойнайтын бөлме ашып қойған. Яғни тура сол ойыншықтар осы бөлмеде бар. Осы жерде ойнап көріп, балаңыз қайсысымен ұзақ уақыт өткізді, қайсысына қатты қызықты, солай ойнап көру арқылы таңдап алса да болады. Ойыншықтар кітапханасына айына бір рет 3000 теңгеден төлейсіз. Бұл негізі мен ойымша өте керемет, себебі күн сайын, апта сайын